Ата-анасы қойған есімге лайық қадірлі болған, халықтың ақ батасы мен ұрпағының бақытына бөленген жан біздің әкеміз Қадыр Салықұлы. Ақ жайықтың бойында 1943 жылы 12 наурыз айында дүниеге келген. Балалық шағын соғыс ұрлаған өрен біліммен қаруланып, болашақта мықты азамат болуды мақсат тұтқанды. Тайпақ ауданы Краснояр совхозында 7 жылдық мектепті тәмамдап, еңбекке ерте араласты. Жас тракторшы СПТУ-дан курс бітіріп, өз саласын қызыға құлшына білгісі келгендей. 1962-65 жылдары Германияда әскери борышын өтеп келді. Келген соң еңбекке қайта араласып, Амангелді совхозында темір тұлпардың тізгінін қолға алады. 1968-1972 жылдары Оралдағы ауыл шаруашылық техникумында зоотехник мамандығы бойынша білім алады. Білімді маман, еңбекқор адам, қоғамның барлық ісін үлкен жауапкершілікпен атқаратын жан, Ақтөбе облысы Қобда ауданындағы Әбдібұлақ мал бордақылау совхозына зоотехник болып қызметке ауысады. Еңбек даласында маңдай терін төгіп, жастық шағын адал қызметке, ел мен жерге, отбасы мен отанға арнаған әкеміз қолы қалт еткенде кітап пен газет оқып шаршағанын басатын. Өміріне де, кәсібіне де шағым айтып көрмеген, дархан жүректі, кең пейілді оптимист адам болды. Орда бұзар 30 жасында Алматыдағы ауыл шаруашылық институтына оқуға түсіп, сырттай жоғары білім алды. 1976-79 жылдары Бегалы совхозында 2-ші ферманың басқарма басшысы қызметін атқаруда, ауыл шаруашылықты жақсартуға аз уақытта зор үлес қосты деуге болады. 1979-1986 жылдар аралығында бригадир болып, кейін 2 жыл Қобда ауданында СПТУ-да директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарды. Елмен біте қайнасып, үлкендерге қолғабыс беріп, жастарға жол көрсете білер, адамгершілігімен ерекшеленген әке өмірі бізге қашанда үлгі болды. Ақтөбе қаласына қоныс аударған соңда еңбектен қол үзбей, 1988 жылдан 91 жылға дейін қалалық мал бордақылау мекемесінде бригадир болды. Тәуелсіздік алып, экономикалық тоқырау тұстарында ертеңге көз жіберіп, ел үшін атқарар тағы бір істі қолға алды. Халық өз тұрмысын түзер жол іздеп жатқанда, әкеміз жер ананың байлығы, орман мен жануарларды қорғауға алу үшін жүзеге асырды. 1991 жылдан зейнеткерлік жасқа дейін орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінде қызмет атқарды. Анамызбен бірге 4 бала тәрбиелеп өсіріп, азамат етіп қатарға қосты. Жоғары білімді балалары әртүрлі салада абыройлы еңбек етіп келеміз. Өте балажан әке қаумалаған немерелерін алма-кезек алдына алып, еркелетіп, құшағына басатын. Балалары мен күйеу бала келіндеріне батасын беріп, ортамызды жадыратып, жан-жағымызды жақсылыққа бөлеп жүретін жан әке 77 жасында өмірден өтті. Қол сағаттарды коллекция етіп жинайтын әкеміздің сағаты 2020 жылы 25 маусымда мәңгіге тоқтады. Қайран әке, жастығын тез ұрлатқан мойымай налашаққа, көңіліме нұр құйып көзімді ашқан, ұмтылдырып болашаққа. Қайран әке, жаны жас, сөзі көктем, жүруші көп еркелеп, жүрмін бүгін жақсының көзі боп мен, есейдік тез ертерек. Әрдайым сабырды төзім еткен, бір Алла берер көмек, жүрміз әлі жан әке өзің еккен, еменді көлең келеп.
жаныңыз жәннатта болсын, ардақты әке.